Қосылайық эфирінде Диана ханым митинг туралы не айтты, кімді соттады, Бердіақ түрмеден шықты ма? Бұл туралы Қосылайық шоу сіздерге айтып беретін болады. Негізі мына өте ауыр тиді мына әңгіме екен. Кеше инстаграмнан бір видеоны көріп қалдым, жүрегім қатты ауырып кетті. Көрген шығарсыздар. Не видео? Қаңтар оқиғасына қатысты деп бір ер азаматты кінәлі етіп айыптады да, сот залынан кәдімгідей видео түсірген журналистер. Сол кезде ана кісі ер азамат қой, жылап жатыр да. Бұл жаңа Қазақстан, бұл жерде ешкімді дұрыс соттамайды, менің халқым барда шындық әлі шығады, міндетті түрде бұған біз қол жеткіземіз деген сияқты да. Және өте көп адамдарды осы қаңтар оқиғасына байланысты менің жеке пікірім бойынша жазықсыз айыптап, болмайтын бір кінә артылып жатқаны шынымен де бәрібір де халық қанша шырылдаса да, халық қанша айқайласа да, ол дауыс, ол жаңғырық жетпей жатыр да.